Жастайымнан әнге құмар болдым. Кез келген ән қосылса болды, ыңылдап, сол әнге қосылып, айтып ырғағына ілесе билей жөнелетінмін. Бәлкім ағамның ортасында өскендіктен болар, ер мінезді, қайтпас қайсар, батыл болып өскенім. Бойымда қызға тән қылық жоқ. Тұла бойым тұнып тұрған энергия. Билегенде жан тәнімен беріле билеймін. Жүрген ортамды үнемі күлкіге қарық етіп жүремін. Менің биімді көрген адамның делебесі қозып, менімен бірге билей жөнелетін. Өнер ордасына оқуға түсіп, атақты әнші болуды қаладым. Алайда әке-шешем, сен қыз баласың, әнші болып іс-сапармен әр жерде бір жүріп, өмірінің жартысын жолда өткізгеніңді қаламаймыз. Әйел болып, ардақты жар, аяулы ана болып, отбасы ошақ қасында отырғаныңды қалаймыз, деп мені мұғалімдікке оқуға түсірді. Өзге қалаға оқуға кеттім. Әке мен анамның қалауына қарсы келгім келмей, өзім қаламасам да мұғалімдікке оқып жүрдім. Бірақ адам баласы жаны сүйіп қалаған іспен айналыспаса болмайды екен. Ән айтпаса тұншыға бастаймын. Денем ауырласып өз теріме өзім сыймай кетемін. Құрбыларыммен бірге караокеге барып ән айтып жаным рахаттанып қалатын. Бірде караокеде ән айтып тұрғанымда бір жас жігіт біздің бөлмеге кіріп келді. Жан тәнімен ән айтып тұрған мен ол кісіні мүлдем байқамаған едім. Ән біткен сәтте қол соғып қошемет көрсеткенде таңданып қалдым. Қарындас, сіздің даусыңыз өте керемет екен. Тыңдаған адамның құлағының құрышын қандырады. Әнді жаныңызбен сезініп айтып тұрғаныңызды байқадым. Кәсіби әншілерден еш кем емес. Көп рахмет, бірақ сізді танымадым. Сіз кімсіз? Мен продюсермін. Сіздерге қарасам студенттерге ұқсайсыздар. Иә, студентпіз. Менің сіздерге ұсынысым бар. Егер қарсы болмасаңыз, бізбен бірге ән жазып, той-томалақта ән шырқап, біраз ақша таба аласыз. Жоқ, қажет емес. Дарыныңызды неге ішке тұншықтырасыз? Сіздің даусыңыз құлаққа майдай жағады. Тартымды дауыс. Қажет емес. Мынау менің визиткам. Егер ойланып бір шешімге келсеңіз, маған кез келген уақытта хабарласыңыз. Құрбыларыммен пәтер жалдап тұрушы едік. Караокеден шығып пәтерімізге келдік. Әлгі кісінің айтқан ұсынысы миымнан шығар емес. Бір жағы, ақша тауып өз қажетімді жаратсам жақсы емес пе, деп ойлап қоямын. Бірақ әке-шешеме берген уәдем бар. Тойда ән салсам қазіргі заманда ақпарат желден жылдам тарайды ғой. Бұл жайлы әкем естісе, үйге қайтарса не болады? Сол түні ұйқым қашып, ойым әбден шатасты. Ойлана келе, оқуымды оқып, тыныш жүре беруге бел будым. Күндер өте берді. Шығыным шаш етектен. Пәтер ақысы, жеп-ішер тамақ, киім-кешек, ары-бері қыдыру, бәріне ақша жетер емес. Стипендиям түкке жетпейді. Амалсыз тағы да әкемнен ақша сұрау үшін қоңырау шалдым. Әке, күмілжіп тұрғанынан әкем бірден түсінді. Тағы ақша сұрағалы тұрсың ба? Санаң соншама таязданып кетті ме? Тапқанымды саған берсем өз күнімізді қалай көрмекпіз? Бір апта бұрын ғана ақша салған жоқпын ба? Өзіңнен кейінгі бауырларың барын ұмыттың ба? Кешіріңіз, әке. Стипендияңды жеткіз өзіңе. Жарайды, әке. Сол мезетте ашудан жарылардай болдым. Сол сәтте әлі-ақ көресіңдер, деп өзіме өзім ант бердім. Әлгі продюсердің визиткасын іздеп тауып бірден қоңырау шалдым. Сәлеметсіз бе? Сәлем, тыңдап тұрмын. Өткен жолы караокеде кездескен едік. Ән жазғызайық деп едіңіз. Я, есіме түстің. Ойлап бір шешімге келдің бе? Сол үшін хабарласып тұрғанымды біліп тұрсыз ғой. Тамаша. Ендеше саған мекен-жайды жіберем. Сол жерге келсең, бірге ән жазамыз. Жарайды. Жалғасы бар. Егер ұнап жатса, лайк және подписка жасап қоюды ұмытпаңыздар.